Сәлем достар, сіздермен бірге Жанат. Бүгін біз сіздермен осындай керемет болып шығатын самса дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап лайк басып, комментарий жазып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Алдымен пиязымызды немесе жуамызды деп айтады кейбір жерлер. Осылай турап аламыз. Төрт бұрышты қылып, кубик қылып. Оны фаршымызға қосамыз. Одан соң екіншісін. Мұның самсаның ең оңайы мұнда фарш пен пияздан ғана жасалынады. Өте керемет дәмді болып шығады енді. Осылай пиязымыздың барлығын кубик қылып турап, фаршымызға салып, оның үстіне тұзымызды және бұрышымызды саламыз. Осы қоспаны араластырамыз әдемілеп, барлығы бір текті араласқанға дейін. Мына осылай араласқан қоспамызды алып қоямыз. Мен мұнда дайын қамыр қолдандым. Слоеное тесто. Қолдан жасайтынын келесі жолы көрсететін боламын. Астында ссылкасын қалдыруға тырысамын. А пока мен әдейі сол магазиннің тестісінен жасап көрсетіп жатырмын. Дүкеннің тестісінен. Мұны осылай әр бөлігін осылай жайып шығамыз. Домалақ қылып. Ұнды қатты көп қоспауға тырысыңыздар, себебі ұнды көп қоссаңыздар, самсаңыз пісіп болғаннан кейін кішкене қаттылау болып қалады. Осылай барлығын жайып керегіңізше дайындап аласыз. Міне осылай әдемілеп жайып алғаннан кейін ортасына салмасын саламыз. Фарштың орнына тауық салсаңыз да болады, еттің орнына немесе ірімшік салсаңыз да болады, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Міне видеодағыдай одан соң түйіп шығамыз, яғни ортасына дейін бір жағын, ортасынан кейін екі жақтан қосамыз. Сонда бізде осындай үш бұрышты әдемі самса шығады. Видеода әдейі көрсетіп жатырмын. Қазір екіншісінде көрсетемін. Алдымен осылай төбесінен ортасына дейін түйесіздер. Одан соң шетін алып, ортасына жабыстырып, екі жағын бір-біріне жабыстырасыздар. Міндетті түрде қаттырақ жабыстыруға тырысыңыздар. Егер сіздің фаршыңыз кішкене майсыз болатын болса, бір ас қасық сұйық май қосып жіберсеңіз болады. Міне осылай самсамыздың барлығын саламыз. Астына пергамент қағазын төсесеңіздер де болады, төсемесеңіздер де болады. Пергамент қағазын төсесеңіздер, май жағудың қажеті жоқ. Міне осылай жұмыртқаны жағып шығамыз самсамыздың, барлық самсамыздың үстіне. Одан соң мак, кунжут, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша үстіне салып әсемдесеңіздер болады. Дайын болған самсамызды 180 градуста 30 минут, 35 минутта пісіріп аламыз. Міне осындай қызарғанға дейін біздің самсамыз дайын. Осындай керемет қытырлақ, еще жұмсақ сондай самса шығады, сочный болып. Видеоның соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Каналға жазылуды ұмытпаңыз. Ас болсын.